Бүгіннен бастап Қазақстан Жазушылар Одағы өзінің Қаламгер деген YouTube каналын ашқалы отыр. Бұл канал Қазақстан Жазушылар Одағының 90 жылдық тарихынан бері қарай көп терең әңгімелер айтады. Абайдан бастаған біздің классиктеріміздің өмірінен соны деректер айтатын боламыз. Сонымен қатар біздің ортамызда жүрген жазушылардан сұхбат алынады. Және кеше дүниеден өтіп кеткен біздің ақын ағаларымыз бен жазушы ағаларымыздың үйіндегі Құдай қосқан қосақтары қазір аман-есен жүр. Мысалға, Жұбан Молдағалиевтің үйіндегі София апай аман-есен, Қадыр Мырзалиевтің үйіндегі Салтанат апай аман-есен, Тұманбай Молдағалиев ағаның үйіндегі Күлтай апай аман-есен, Жұмекеннің қызы бар. Міне осылардың бәрінің керемет сұхбаттарын дайындайтын боламыз. Сонымен бірге қазақ әдебиетіндегі үлкен проблемаларды айтамыз. Әсіресе әдебиеттің сынына байланысты проблемалар. Жаңадан шыққан дүниелерді талқылау мәселелері. Міне осының бәрі біздің YouTube каналда айтылады. Және қазақ әдебиетінің шетел әдебиетімен байланысы туралы да әңгімелер болады. Бізге келген қонақтарды осы Қаламгер YouTube каналында қонаққа шақырып, қонақжайлық көрсететін боламыз. Сондықтан біздің YouTube канал басқа YouTube каналдардан өте ерекше болады. Өйткені бұнда тек қана әдебиет туралы, әдебиеттің тарихы туралы, әдебиеттің классиктері туралы және сол әдебиетке қатысы бар оқырман туралы әңгімелер болады. Құрметті оқырмандар, біздің мына жаңадан ашылып отқан аты Қаламгер деген ерекше YouTube каналымызға жазылуларыңызды сұраймыз. Кез келген оқырман, соның ішінде әдебиетті жақсы көретін оқырман Қаламгер деген YouTube каналды көру керек. Рахмет.